Біздің ерте кезден келе жатқан салт дәстүрлеріміз бүгінгі күнге дейін жетіп жатыр. Қане балалар, өзіміз білетін салт дәстүрлерімізді атап шығайықшы. Жақсы балалар, бүгін біздер сондай салт дәстүріміздің бірі тұсау кесу дәстүріне тоқталмақшымыз. Тұсау кесу дәстүрі туралы білеміз бе? Білеміз. Баланың бір жасқа толғанда ата әжесі және де басқа дүниеде баланың тұсауын кеседі. Өте жақсы бала. Тұсау кесу дегеніміз бір жасқа толған баланың еркін жүріп, балбөбектің басқан қадамы құтты болсын деген ниетте жасалатын салт болып есептелінеді. Апа, тұсау кесуді қалай өткізген? Иә, балам, ертеректе жалпы баланың тұсауын әртүрлі мәселемен кескен. Мысалы, ең бірінші ала жіппен және де малдың көк желімен немесе көк майда өрілген шөппен кескен. Бұның жаңағы себептері ала жіппен кескен себебі болашақта бала ешкімнің ала жібін аттамай адал жүрсін деген бағытта болса, ал малдың көк желімен кескен себебі ол елімізде жалпы таушылық болсын, бала тоқтықта өмір сүрсін деген. Ал жаңа көк майса шөппен кескеннің себебі ол бала жаңа болашақта өсіп өніп жалпы бала жанынан көресін деген мағынада осындай түрлі жолдармен баланың тұсауы кесілген екен. Ендеше балалар, бүгін біздің әжеміз өзінің немересінің тұсауын кесу мақсатында бізді өзінің дастарханына шақырып, бізден бата алып немересінің тұсауын кескізбекші. Қанекей, ендеше отырмайық, бала немереміз Еламанды ортаға келіп, тұсау кесу рәсімін ендеше бастаймыз ғой. Апа, Көршапа, құтты болсын, немереңіздің тұсауын кесейін деп жатыр екенсіз. Қош келдік бәріміз. Қадағы құтты болсын балаңыз. Немерем, бәріне ғой менің. Немереміздің бұрғы тұсауын кесейік. Тұсауын біздер немеремнің ала жіппен болашақта адал болсын, ешкімнің ала жібін аттамасын деген мақсатта баламыздың тұсауын кесейік ендеше. Қаз балам, қаз балам, қадамыңды бас балам, тұсауыңды кесейін, күрмеуіңді шешейін. Қаз, әй балам, әй балам. Ендеше баршаңызды бүгінгі немерем Еламанның құрметіне арнап жайылған дастарханнан дәм татып, осы дастарханнан бата алуға баршаңызды осы дастарханға шақырамыз. Қанекей келіңіздер.